Өңірдегі ұн шығарумен айналысатын 50-ге тарта кәсіпорын таяуда жұмысын тоқтатуы мүмкін. Себебі солтүстіктегі астықты тасымалдау проблема болып тұр. Қазір зауыттар қордағы соңғы бидайды өңдеп жатыр. Оның өзі ары кетсе 1-2 күнде таусылады екен. Ал шикізаттың жақын арада жеткізілетін түрі жоқ. Өйткені вагондардың барлығы Ресейде дейді ашынған кәсіпкерлер. Сондай-ақ бұл мәселені әрқайсысы өз бетінше ертерек шешуге әрекеттеніп көріпті, бірақ нәтиже шықпаған. Бұл проблеманы біз бұл уақытқа дейін қозғамадық қой, әркім өзінше шешіп, келісіп жүрді. Енді бұл надежда дейді ғой, ертең болады, аны жақсы болады деп, допустим, да. Енді бүгін уже тірелген кезде енді. Облыстағы ең ірі компаниялардың бірі Алтын дәнде тасымал мәселесінен қиындық көріп отыр. Аталған зауыт тәулігіне шамамен 15 вагон шикізатты қажет етеді. Ал бидайды жеткізіп беруі тиіс, астық транс әзірге тек уәде берумен шектеліп жатыр дейді. Бірақ нақты қай күні вагондардың босайтынын дөп басып айта алмауда. Онымен қоса 2 айдан бері тапсырыс қабылдауды доғарыпты. Жағдай жөнге келмей, осылай жалғаса берсе, қамбадағы бидай шіріп кетуі мүмкін дейді кәсіпкерлер. Крестьяндар еккен, өсірген, олар да сата алмай жатыр, потому что біз алмай жатырмыз, біз жібере алмай жатырмыз. Бізде шығара алмай жатырмыз. Оны ешкім шешпеді. Даже үлкен трейдерный компаниялар бидай жіберетін, олар да шеше алмай жатыр, потому что вагон жоқ. Бүгінге бұл даже вопросқа правительство, елбасы араласу керек, если Россияда вагондарды бермей жатса. Потому что бізге ол керек нәрсе, бүгінгі күнге керек нәрсе, өте керек нәрсе. Бизнесмендерді тығырыққа тіреген астық транс Қазақстандағы бидай тасымалдайтын жалғыз компания. Оның өзі Ресей Федерациясының меншігіне өтіп кетіпті. Вагондардың шекара асуының басты себебі осы болуы мүмкін. Айлық халыққа төленеді, налог төленеді. Сол қазір тоқтап қалды. Біз мысалы ай сайын төлеп отқан налогтарымыз төлей алмай қаламыз, потому что тоқтаймыз, біз жұмыс болмайды. Кәсіпкерлер бұл мәселенің облыс деңгейінде шешілетініне күмәнмен қарайды. Сондықтан маңызды шаруаға үкімет уақыт күттірмей араласса дейді. Нұрсұлтан Тұрысбеков, Мұрат Адинаев, Абзал Тұрабеков, ТВК телеарнасының жаңалықтар қызметі.